Мұхтар Омарханұлы Әуезов, қазақтың көрнекті жазушысы, драматург. Қазақ КСР Ғылым Академиясының академигі, Қазақстан Жазушылар Одағының төрағасы. Сәлем көрермен. Бүгінгі қозғайтын тақырып Мұхтар Әуезов болмақ. Алдымен каналға тіркел, лайк басып, кім туралы білгіңіз келет комментке жаза кетіңіз. Ендеше біз Мұхтар Әуезов кім, сол туралы қызықты ақпаратпен бөлісеміз. Өмір баяны. Мұхтар Әуезов 1897 жылы 28 қыркүйекте Семей уезінің Шыңғыс болысында, қазіргі Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Тобықты руынан шыққан жазушы Әуезовтің атасы Абай Құнанбайұлымен туыстық байланыста болды, және болашақ жазушының дүниетанымын қалыптастыруға үлкен ықпал етті. Мұхтар Әуезов өз ата-бабаларын мақтан тұтатын, олардың арасында Бердіқожа көрнекті адам, тұтас ұрпақтың рухани ұстазы болған. Ол арқылы Әуезов руы Қожа Ахмет Яссауи өзінің шөбімен Бақшайыш Ходжамен байланысты болды. Бүгінгі күні мұны ашық мақтан тұтуға болады, ал бұрынғы уақытта осындай туыстық байланыстар үшін бостандықтан айырылуға болатын еді. Сондықтан да ресми қағаздарда ата-бабалары арасында Әуезов тек Омарханның әкесі мен атасы Ауезді ғана айтқан. Нұрғаным Құнанбайдың әйелінің біреуі, Абайдың әкесі Әуездің туған апасы болды. Мұхтар Әуезов Абайдың ұлы Тұрағұлмен дос болып, одан кейін оның басқа ұлы Мағауияның қызы, Абайдың немересіне үйленді. Сондықтан болашақ жазушының ортасы оның әдебиетке деген қызығушылығын тудырды. Семей жері ұлы әдебиетшілердің нағыз ұясы болды. Бүгін олардың ортақ отанында Жидебай бөрілі тарихи әдеби қорығы, Абай шәкәрім кесенелік кешені және Абай музей үйі құрылды. Әуезов мұражай үйінен басқа онда ата-аналары жерленген кесене бар. Жас Мұхтар арабша сауатын ашып, Абайдың өлеңдерін оқыды. 1907 жылы Мұхтар Семей қаласына барып, ағасы Ахметпен бірге тұрған. Ол алдымен медресеге, содан кейін 5-ші сынып орыс училищесіне түсті. Еркін далада өмір сүрген Мұхтарға алдымен қалада өмір сүру қиын болды, бірақ кейін үйренді. Оқу оңай болды, ал ол футбол ойнаған. Бұл ойынның басында қазақ даласында тұрды. Жарыс футбол командасында Мұхтар жартылай қорғаушы рөлінде ойнады. Медреседе оқыған жас Мұхтар 1907 жылы 5-ші сыныпта Семей училищесінде, ал 1919 жылы Семей мұғалімдер семинариясында оқуды үздік аяқтады. Белгілі жазушының өмірі еліміздің барлық тарихи оқиғаларымен тығыз байланысты. Мысалы, 1918 жылы Мұхтар Әуезов белгілі жазушы және Алаш партиясының мүшесі Жүсіпбек Аймауытовпен бірге Семейде Абай журналын шығарды. Мұхтар Мағжан Жұмабаев пен Халел Досмұхамедовпен танысты. Олар бірге қырғыздардың, қазақтардың, дүнгендердің фольклорын зерттеу үшін экспедицияға аттанды. Ол Манас эпосымен алғаш рет танысқан кезде таң қалды. Бұдан былай бұл қырғыз эпосы Әуезовті қызықтырады. Кейін ол Ленинград университетінің филология бөліміне түседі. 1923 жылы Мұхтар Әуезов Абай еңбектерінің сақталған қолжазбаларын жинайтын арнайы комиссияға қатысты. Кейінірек осы жылы ол Бубнов атындағы Ленинград мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түсті. 1930 жылдың қыркүйегінде ол ОКПУ органдарымен тұтқындалды. Оған бірнеше айып тағылды, оның ішінде кеңес билігіне қарсы күресті ұйымдастыру және қазақ халқының революцияға дейінгі өмірі мен тұрмысын дәріптейтін шығармаларды жазу. Сол кезде Ленинградта еліміздің үздік әдебиеттанушылары жұмыс істеді. Ол орыс және әлемдік әдебиетті әуестеніп оқып, жаз мезгілінде ақын өлеңдерін жинайтын отанына барады. Сол кезде ол Ильяс Жансүгіровпен өмір бойы дос болды. Досының өлімінен кейін Әуезов оның отбасы үшін тірек болады. Ленинградта ол Валентина Николаевна Кузьминаға үйленді. Онымен олар өмір соңына дейін бірге болады, бірақ олардың жолындағы қиындықтар аз болмайды. Осыған қарамастан, ол энциклопедияға қазақтар туралы тамаша мақалалар жазады. Өз халқының ауызекі халық шығармашылығымен кәсіби айналысып көксерек, қараш-қараш оқиғасы және тағы басқа әңгімелер мен повестерді жазады. Бірақ 1929 жылдың күзінде Әуезов қамауға алынып, күзетпен Алматыға жіберілді. Оны қазақ ұлтшылдарының ұйымына қатыстылығын айыптап, 2,5 жылдан кейін Мұхтар бостандыққа шығады. Бірақ бұл үшін ол өзі жасамаған күнәларды да жария етуге тура келді. Кейін ол қазақ драма театрына орналасады және ол институтта сабақ бере бастайды.
Біраз уақыт кеңес үкіметіне адалдықты көрсетіп, тіпті қазан айы үшін пьесасын жазады. Сонымен қатар Ілияс Жансүгіровтің кеңесі бойынша Абай шығармашылығымен шындап айналыса бастайды. Алдымен өзінің ұлы туысының өлеңдер жинағын шығарады. 1937 жылы Әуезов Қазақстанның ең танымал жазушысы. Бірақ билік үшін ең күдікті. Қуғын-сүргін машинасы қарқын алып келеді. Ең алдымен қудалауға ұшырағандарға назар аударады. Оның кітаптары кітапханадан алынады, ал жазушының өзі жұмыстан босатылады. Кейін ол бәріне бәлкім Абай трагедиясын жазады. Қазақ халқының эпосы мен фольклоры, қазақ халқының әндері жинағын шығарады. 39 жылы жазушы «Бала үйге асыға» деген Абайға арналған шығарманы жаза бастайды. 39 жылы жазылған бұл шығармалар Абай романының негізі болып басталды. 32-38 жылдары Мұхтар Әуезов Алматы қаласындағы Қазақ академиялық драма театрының әдеби бөлімінің меңгерушісі болып жұмыс істеді. 33 жылы Мұхтар Әуезов Қызылордада Абай Құнанбайұлының толық жинағы атты латын тілінде алғашқы толық өлеңдер мен шығармалар жинағын жарыққа шығарды. Абайдың шығармаларына арналған Қазақстандағы алғашқы ғылыми жиналысты дайындап, Қазақ музыкалық театрында оның пьесалары қойылды. Мұхтар Әуезов ғылыми қызметпен де белсенді айналысты. 43 жылдың қаңтар айынан бастап аға ғылыми қызметкер болып жұмыс істеді. Содан кейін 46 жылы КСРО Ғылым Академиясының Қазақ филиалы тіл, әдебиет және тарих институтының әдебиет секторының меңгерушісі болып тағайындалды. 41 жылы ол Абай жолы роман-эпопеясын жаза бастады. Осы тамаша еңбегі үшін Мұхтар Әуезов Сталин 49 жылы және Ленин 59 жылы сыйлықтарына ие болды. Әуезов Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің 5 шақырылымының депутаты болып сайланды. 1941 жылы жазушы Қазақстанға оралады. Ол өз романын жазуды жалғастырады, бірақ әлі күнге дейін оның тақырыбына сенімсіздікпен қарағандар болды. 42 жылы романның бірінші томы шықты. Ахмет Жұбанов бірден Абай операсын жазғысы келіп, Әуезов оған сценарийді дайындайды. Операны да бірден қоя алған жоқ, бірақ 44 жылдың аяғында ол қойылды және табысқа жетті. Романды экрандау идеясы бірден пайда болды, бірақ фильмді іске қосу үшін Қазақстан Компартиясының оқ шешімі көп емес еді. Алайда 45 жылдың қыркүйегінде оның премьерасы өтті. Қазақстандық жазушының романына Мәскеу билігі жақсы болды. Оны үлкен тиражбен жариялап қана қоймай, сонымен қатар авторды еңбек қызыл ту орденімен марапаттайды. Әуезов диссертациясын қорғайды. Филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР Ғылым Академиясының академигі болады. 47 жылы қазақ тілінде Абай атты екінші кітап, 48 жылы орыс тілінде 2 кітап жарық көрді. 47 жылы Қазақстан Компартиясының ОК, КСР-ға тіл және әдебиет институтының жұмысындағы өрескел саяси қателіктер туралы қаулысы шыққанына қарамастан 49 жылы роман бірінші дәрежелі Сталин сыйлығына ие болды. Ал авторы құрмет белгісі орденіне ие болды. Мұхтардың жеке өмірі де сынаққа ұшырады. Жас кезінде ол туыстық дәстүр бойынша 15 жасар Райханға үйленген. 2 бала дүниеге келді, бірақ отбасы ыдырады. Ленинградта ол Валентина Кузьминамен кездесті. Бұл некеде болашақ тарихшы профессор болған Лейла қызы дүниеге келді. Ол атақты әкесінің мұражай үйін басқарды. Дүниеге келген ұлы Ернар болашақта атақты биолог болды. 1940 жылдары жазушының азаматтық әйелі Фатима Ғабитова болды. Оның ұлы Мұрат Әуезов белгілі мәдениет қайраткері атанып, сонымен қатар ол Мұхтар Әуезов атындағы қор құрды. 52 жылы Правда газет беттерінде оны қайтадан ұлтшылдыққа айыптайды. Әуезов академиядан шығып, театрда оның пьесаларын ойнауға тыйым салады. Ол тағы да Мәскеуге барып, онда 54 жылы Абай жолы роман-эпопеясын бітіреді. Алайда жазушының оның барлық қызметтеріндегі мәселелерін қалпына келтіретін уақыт келіп, ол Алматыға оралады. Бір күні оның ұлы Мұрат Әуезовтің әкесіне «Сіз бақыттысыз ба?» деп сұрады. Ол, мұнда 2 өлшем бар. Біріншісі тұрмыстық. Бұл тұрғыда оның өмірі өте ауыр болды. Ол 57 жылдан бастап Абай жолы романы үшін Ленин сыйлығына ие болды. Бұл жолда ол қанша ауыр сынақтардан өтті. Оның өмірі мен еркіндігі қасқыр мінезді саясатқа қанша рет ілінді.
Бірақ екінші жағынан ол бірегей жазушы ретінде армандары толық жүзеге орындалды. Бұл тұрғыда оны бақытты адам деп атауға болады. Ол өз халқын жақсы көреді. Ол үлкен әлемдік әдеби әлемде танылды. 61 жылы ауырып асқазандағы ісікке байланысты Мәскеуге операция жасауға барады. Алайда операциялық үстелде қайтыс болды. Тарихқа қосқан үлесі туралы кеңінен тоқталсақ. Екі басты фактор Әуезовтің ерекше талантын қалыптастыруға шешуші әсер етті. Біріншіден, туған даланың өмірін терең білу, қазақ халқының фольклорлық және тілдік байлықтарын, сондай-ақ шығыстың классикалық әдебиетінің шедеврлерін терең зерделеу. Екіншіден, орыс халқының озық әдебиетін игеру және сонымен қатар әлемдік мәдениеттің ең үздік үлгілерімен кеңінен таныстыру. Әуезов 17 жылы «Еңлік кебек» пьесасын жазған. Әуезовтің алғашқы туындысы қазақ драматургиясындағы алғашқы пьеса болды. Пьеса Абайдың сүйікті әйелі Әйгерімнің киіз үйінде қойылды. 26 жылы ашылған бірінші ұлттық театр репертуарындағы алғашқы қарлығаштың бірі болды. Содан бері автормен қайта өңделген және тегістелген «Еңлік кебек» театрлар сахнасынан шықпайды. Ол енді халықтың сүйікті пьесаларының біріне айналады. Оның күші сахнада халық аңызының ұмытылмас бейнелерін бейнелейді. Оның кейіпкерлері қазақ Ромео мен Джульеттаға ұқсайды. Әдемі қыз еңлік және батыл кебек, ерік пен терең сезімнің үлкен күші болып табылады. Олар өз еркі, махаббат құқықтары үшін тұрақты және батыл күреседі. Бұл бейнелер қарсылықтың романтикасымен, жарқын және жаңа сезімдердің романтикасымен танымал. Олардың тарихи ахуалдың қайғылы өлімі сөзсіз болсын. Бұл пьесасында айқын көрініс тапқан жас Әуезовтің шеберлігіне таңдануға болады. Ұрпақтан ұрпаққа осы ұлттық пьесаны таңданумен және қуанышпен қарайды. 1920 жылдары Мұхтар Әуезов «Қарагөз» пьесасын жазды. Қарагөз қандайда бір дәрежеде еңлік кебек желісін жалғастырады. Феодалдық, патриархалдық құрылыс жағдайында қазақ қыздарының қайғылы тағдырын көрсетеді. Бұл пьесаларға Бәйбіше мен Тоқал драмасы да қосылады. 20 жылдары Әуезов новелист ретінде де өнер көрсетеді. Оның қаламынан 21 жылы «Қамсыздың тағдыры», 23 жылы «Кім кінәлі», 24 жылы «Жетім», 25 жылы «Зорлық-зомбылық» және «Барымта», 27 жылы «Қараш-қараш оқиғасы», 28 жылы «Көксерек» және тағы басқа повестері. Осы реалистік шығармаларда қазақ ауылы кезінде болған күрделі үдерістер көрсетілген. Орыс классикалық әдебиетінің сыни реализм әдісін шығармашылықпен қабылдай отырып, жас қазақ прозасы байско-феодалдық қарым-қатынастардың мәнін талдап, қоқаншылдар мен қанаушылардың қақпанына түскен қарапайым адамдардың трагедиясын көрсетеді. Ол Ғазиза, Қорғансыздың тағдыры, Қасым, Жетім, Қалғабай, Барымта, Жақсылық, Зорлық-зомбылық, Рабиға, Дала картиналары, Ағасы Тоқтығұл мен Бақтығұл, Қараш-қараш оқиғасы сияқты халық ойшылдарының жарқын бейнесін жасады. Осы шығармалардың ішінде Қорғансыздың тағдыры әңгімесі және Қараш-қараш оқиғасы повесі өзінің идеялық өткірлігімен, көркем кемелдігімен ерекшеленеді. Орыс классиктері Мұхтар Әуезовтың оқуына, мінез-құлқына, кейіпкерлердің іс-әрекеттері мен іс-әрекетінің психологиялық уәждемесіне ерекше әсер етті. Мысалы, Өткеннің көлеңкесінде әңгімесінде автор неге ата дәстүрлерінде тәрбиеленген бай Жәмеш қызы қайтыс болған аға әпкесі үйленген адамның әйелі болуға келіскенін көрсетеді. Ал оның сүйіктісі, жасөспірім Қабыш, сол уақытта сауатты адам болды. Бұл жігіт мұндай шешім туралы біле отырып, оны сүюді тоқтатпай-ақ қойды. Бұл жағдайды сипаттау үшін Әуезов әдебиет бояуларының көп түсін пайдаланды. Әуезов аздаған жас ауыл зиялыларына мұқият қарап, оның ерекшеліктерін зерделеп, өзінің әңгімелері мен повестерінің беттерінде қайта жаңғыртып отырды. Оның сол жылдардағы барлық прозалары ауыл тақырыбына байланысты жазылған. Жазушының сүйікті кейіпкерлері еңбекқор қазақтар. Жазушы оларды әр түрлі жағдайларда көрсетеді, әрбір жеке қасиеттерін және сонымен бірге жалпы ұжымдық мүдделерін көрсетеді. Бұл еңбекте жұмыскерлердің батырлық әрекеттері көрсетіледі. Иін тіресе әңгімесінде жазушы Мақпал, Айша, Несібелді, Қожық колхозшылары, әр түрлі жастағы адамдар мақсатқа жетуде бір ауыздан еңбекке жауапкершілікпен қарайды деп түсінеді. Таршатқалы, Іздер, Бүркітші аңшы және Құм және Асқар әңгімелерінің кейіпкерлері жаумен күресте көрсетілген.
Құм және Асқар әңгімесінде Андрей Федор Райхамен есім ауылды құтқарады. Бүркітпен аңшы әңгімесінде комендатура қызметкері Александров Бекбол мен Оспанғұлға оның жауын іздеп көмектеседі. Әуезов шығармашылығы 30 жылдары оған үлкен прозаға жол дайындап, оны одан әрі жетілдірудің негізі болды. Осы жылдары жазушы прозада да, драматургияда да көп жұмыс істеді. Осы кезеңде ол 10 шақты пьесаны жазды. Әлемдік, орыс классикалық және кеңестік драматургияның бірқатар шығармаларын қазақ тіліне аударды. Шекспирдің «Отелло» және «Украшение строптивой», Гогольдің «Ревизор», Треневтің «Ярва махаббаты», Погодиннің «Ақсүйектер» және тағы басқа. Бұл аудармалар қазақ театрының репертуарын байытты және көп жағдайда қазақ драматургиясы мен театр өнерінің өсуіне ықпал етті. Сол кезде құрылған «Айман Шолпан» пьесасы халық мұрасын шығармашылық пайдалану үлгісі, фольклордың шынайы мәнін терең түсіну, оның шынайы элементтерін ойластыру. Әуезов бастаған дәстүр қыз, жібек мүсіндері мен ер тарғын қамалдарын дамытып кеңейтті. Әуезов тарихи тақырыптарға да қатысты. Мәселен, «Түнгі уақыт» пьесасында Әуезов халық қозғалысының шынайы, тарихи шынайы бейнесін, оның тәлімгерлері мен қатардағы қатысушыларының бейнелерін жасай алады. 34 жылы жазған «Зарница» деп аталатын бұл пьеса қазақ драматургиясындағы кезеңді шығарма болды. Пьесаның негізіне 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс алынған. Егер ауыр кезең повесінде көтерілістің әлеуметтік табиғаты бұрмаланып, қате көрсетілсе, онда «Зарница» пьесасында жазушы өзінің бұрынғы қателіктерін еңсеріп, марксистік-лениндік позициялардан қауіпті оқиғалардың мәнін ашып көрсетті. Сол жылдары драматургияның ең күрделі мәселесі қазіргі заманғы тақырыптарды игеру болды. Осы тақырыпқа Әуезов 34 жылы «Шайқас», 35 жылы «Тасты қорған», 37 жылы «Алма бау-бақша», «Шекара» пьесаларын арнады. Әуезовтің прозадағы және драматургиядағы жемісті жұмысы жазушы өмірінің басты еңбегіне, Абай туралы эпопеяға дайындаған. Әуезовтің өлеңдерінде суретшінің эстетикалық талғамы қалыптасты. Семей мұғалімдер семинариясының оқушысы, Ленинград университетінің студенті, Әуезов Абай поэзиясын мұқият оқып, ол туралы білімпаздар мен замандастар, әсіресе ақынның өмірінен білгендерін егжей-тегжейлі сұрады. Ал Әуезов 30 жылдардың басында ғылыми абайтанудың негізін қалауға мүмкіндік берді. Сол кезде оның шығармаларының көп түрлілігі байқалып, Абай тақырыбы Әуезовтің алдына қойылған. Бұл әуестену емес, жыл өткен сайын өсіп келе жатқан қызығушылық, махаббат болды. 36 жылы Қазақ әдебиеті газетінде жарияланған Татьянаның әні әңгімесі осы жауапты тақырыпты шешудің алғашқы маңызды сатысы болып табылады. 1940 жылы Абай трагедиясы жарық көрді. Әуезов оны Леонид Соболевпен бірге жазды. Сахнада алғаш рет қазақ ақыны мен ойшылының бейнесі пайда болды. Абай өмірінің соңғы жылдары ол зорлық-зомбылыққа және қатыгез ғасырдың әділетсіздігіне қарсы батыл көтерілгенде, қара күшпен шайқасқа түсіп, тең емес күресте құлап кеткен кезең қайта тірілді. Терең дұрыс идея, өткір өмірлік жанжал, сәтті драмалық байлау және оны шешу, ұшқындық диалогтармен толық ойлар, патетикалық монологтар Абай мінезінің батырлық қуатын жаңғыртудағы басты міндет болып табылады. Абай трагедиясының фоны Айдар мен Ажар махаббатының тарихына қызмет етеді. Ол дәстүрлі түрде ащы және белгілі дәрежеде аяқталады. Қозы көрпеш пен Баян сұлу, Еңлік пен Кебек поэмаларындағы секілді Айдар қаза табады. Бірақ Айдар мен Ажар жалпы әділетсіз әлеуметтік құрылымға қарсы жеке бас бостандығы үшін күреседі. Абай пьесасында ақылсыз және кітап риторикасы жоқ. Оның қылықтарымен, жауларымен және достарымен өзара қарым-қатынасында ақынның жарқын және ұлы бейнесі бейнеленеді. Абайдың достары мен құрбылары драматургпен анық әлеуметтік және жеке сипаттамаларда көрсетілген. Олардың ойлары мен дауларында, қақтығыстарында дәуірдің дауысы, тарихи шындық дауысы естіледі. Абай трагедиясында Әуезов көп қырлы әлеуметтік тарихи мәселелерді көтерді, ал бүкіл әлемге Абай жолы деген атпен тарады. Көп жылдар бойы мұқият және ойластырылған материалдардан кейін, ұзақ уақыт ізденгеннен кейін Әуезов 15 жылға жуық жазған романды жасауға кірісті. Жазушы өмірінің басты кітабымен бірге осы жылдары түрлі жанрдағы бірқатар шығармалар жазды. Бұл Алтын сақина, Ақсүйек, Фронт, Ақынның отаны, Ақ қайың Тәжібаевпен бірге, Бекет, Сынаулар уақытында, Қарақшақ Қобыланды пьесалары.
Бірақ кейін ол былай деп жазды: Абай және Абай жолы романдарын жасау менің шығармашылық өмірімнің сүйікті ісі. Бірінші кітабы 42 жылы жарық көрді. Екіншісі 47 жылы, үшіншісі 52 жылы Абай жолы деп аталды. Төртіншісі 56 жылы жарық көрді. 49 жылы Абай туралы роман үшін Әуезов мемлекеттік сыйлықты иемденсе, ал 59 жылы Абай жолы эпопеясының 4 томы үшін Ленин сыйлығына ие болды. Қазақ әдебиетінің тарихында жазушының шығармашыл тұлға туралы туындысы социалистік мемлекеттің ең құрметті марапатына ие болған алғашқы оқиға болды. Осы бір оқиға қазақ әдебиетінің өркендеуі мен жоғары жетістіктерін көрсетті. Абай романының алғашқы кітаптары орыс тілінде шыққаннан кейін көп ұзамай көптеген шет тілдеріне аударылды және Мұхтар Әуезов бүкіл әлемдегі оқырмандар мен прогрессивті жазушылардың құрметіне ие болды. Әрине, бұл үшін көптеген пікірлер табуға болады, бірақ ең бастысы, қазақ халқы мен оның үздік ұлдары туралы эпопеяның тамаша идеялық көркемдік қасиеттері. Қазақтың көрнекті ғалымы Қаныш Сәтбаев қазақ халқының жарты ғасырлық өмірінің энциклопедиясын Абай жолы деп атады. Шын мәнінде мұнда Абай өмірінің жарты ғасыры ғана емес, сонымен қатар 19 ғасырдың екінші жартысындағы бүкіл қазақ халқының өмірінің кең көрінісі берілген. Әуезов әдемі және дәл түрде қазақтардың қоғамдық өмірі жайлы, сол замандағы олардың күрес, тұрмыс салты, әдет-ғұрыптарын халыққа танытты. Социалистік реализм тарихи романға қойылатын жоғары талаптарды қысқаша тұжырымдауға болады. Белгілі бір қоғамдық ортада белгілі бір тарихи тұлғаның бейнесі, оның диалектикалық дамуында тарихи шындықты көрсету, өткенді қазіргі заманмен байланыстыратын үрдістерді ашу, іздеу және анықтау. Осы қағидаларды басшылыққа ала отырып, Әуезов өзінің романында ұлы ағартушы ақынның қайталанбас шабыттандырылған бейнесін жасап, қазіргі заманғы оқырманға бүкіл қазақ халқының рухани келбетін ашты, және оның ең жарқын өкілі Абай болды. Әуезов Абайдың шығармашылық зерттеушісі және әншісі ғана емес, оның мұрагері болды. Жазушы Абайдың арманын біздің заманымыздың шындығымен байланыстырды. Сондықтан да оның романында ұлы ақынның тамаша бейнесі жасалған. Егер Абай романының эпилогында кейіпкер болашақ қайық кемесі ретінде көрсетілсе, онда Абай жолы романында ол күннің алғашқы сәулелері құлайтын биік шыңға бөленеді. Ол көшпелі халық қара үшін олардың жарығын жинауға ұмтылады, оның мұқтаждары мен азабын ойлайды. Ол алыс болашағы бар қазақтардың толық әділдік және табиғи жағдайын көрсете білді. Абай өз арманының жүзеге асуын көргісі келді. Жүрегіне қырық төлеумен ұлы адам қайғы қасіретпен ашудан қайтыс болды. Бірақ ол болашаққа сенді және өзінің поэзиясының отымен оған қиын жолды қалдырды. Абай поэзиясы дана және отты, Абайдың есімі мен идеяларын өткен ғасырдан алып кейінгі ұрпаққа жеткізді. Біздің уақытымыз ақын алтын таң жалынын көрген халықтың арманы. Роман орыс тіліне және шет тілдеріне аударылды. Қазір ол бүкіл әлемге танымал. Абай туралы эпопеяға атақты кеңес жазушысы Шолохов, Фадеев, Федин, Погодин, Иванов, Тихонов, Горбатов, Симонов, Гусейн, Айбек, Такамбаев, Кербабаев, Файзи өкілдері, шетел әдебиеті Хикмет, Зегерс және көптеген басқалары жоғары бағалады. Правда газеті Әуезовтың Абай романы қазақ әдебиетінде ғана емес, кеңес әдебиетінде де үлкен оқиға деп жазды. Соболев мемлекеттік сыйлықты алған алғашқы қазақ романы Абай Құнанбаев туралы роман болып табылады. Абай өз уақытында сахнаға Пушкиннің Татьяна шығармасын шығарып, өз халқын орыс әдебиетімен таныстырды. Ал енді оның ұрпақтарының бірі қазақ жазушысы миллиондаған орыс оқырмандарын Абайдың өзі таныстырды. Осылайша біз Әуезов эпопеясының халықаралық статусы бар деген қорытындыға келдік. Ол, интернационал оның басты себептерінің бірі қазақ және орыс халықтарының достығының қанатты сезімі. Бұл ұлы сезім барлық туындыға еніп, оған тұтастық, кеңдік, жалпы адамзаттық мәнділік береді. Бұл шетелдік басылымдарда растайды және айтады. Андре Стиль Humanity газетінде, егер Әуезовтың романын алсақ, онда ең алдымен поэзияның тынысын сезінесің, алыс өлкелердің ғажайыптарын көресің. Мұндай уақытта бізге бұл алыс жер таңқаларлық үндеседі, өйткені бұл халықтың тағдыры мүлдем жат тағдыр емес. 56 жылы өзінің атақты эпопеясын аяқтаған соң, Әуезов қазіргі заманның зерделенуіне толық мән беріп, өмірінің соңғы 5 жылдығында елдің көптеген ірі құрылыстарын аралап, шет елдерде болып қайтты. Ол көргені туралы тамаша жол очерктерінде айтты.
Түркістан және Үндістан туралы очерктер жинақтары осылай пайда болды. Әуезов туған әдебиетінің және шетел жазушыларының шығармаларының тамаша зерттеушісі болды. 20-шы жылдары алғашқылардың бірі қазақ әдебиетін зерттеуге, ертегі, айтыс, эпос сияқты қазақ фольклорының байырғы жанрларын талдауға кірісті. Ол қазақ әдебиеті тарихының 6 томдық алғашқы кітабының бас редакторы болды. Шоқан Уәлиханов бастаған істі жалғастыра отырып, ол қырғыз халқының әлемге әйгілі Манас эпосын зерделеп, оған өзінің монографиялық еңбегін арнады. Әуезов Руставели және Тарас Шевченко туралы мақалалар жазған. Қазақ кеңес әдебиетінің очерктері кітабында оған КСРО халықтарының әдебиеті туралы үлкен тарау тиесілі. Әуезов орыс классикалық әдебиетінің шынайы дәстүрлері қазақ әдебиетіне қандай әсер еткенін көрсетті. Қызықты очерктер мен мақалаларды орыс классиктері Пушкин, Лермонтов, Толстов, Остров, Чехов, Горький шығармашылығына арнады. КСРО кеңестік жазушыларының екінші съезінде Әуезов Рильскиймен және Антокольскиймен бірге көркем аударманың мәселелері туралы баяндама жасады. Әуезов коммунист журналының беттерінде Фетисовпен бірге әдебиеттегі ұлттық форма мен ұлттық мінез туралы түпнұсқа мақала жариялады. Әуезовтың қазіргі қазақ әдебиеті туралы мақалалар мен баяндамалары көп. Олардың көбі қазақ және орыс тілдерінде «Мысли разных лет» және «Время и литература» кітабында жарияланған. Оның әдебиеттану жұмыстары өткеннің рухани мұрасына және бүгінгі мәдениетке деген ықылас пен сүйіспеншіліктің нәтижесі. Әдебиеттің өзара байланысына үлкен мән бере отырып, Әуезов бауырлас әдебиеттердің шығармаларында қазақ әдебиетін байыту үшін өшпес құндылықтарды іздеген жоқ. Ол өзінің барлық қорытындыларын бай материалға салып, оның ғылыми талдауына ұшырады. Ол салыстыру әдісін шебер қолданды. Бұл оның қазақ фольклоры саласындағы зерттеулеріне оң әсерін тигізді. Абай шығармашылығын зерттей келе көп жылдар бойы оның шығыс, батыс және орыс әдебиеттерімен байланысын ашып, тарихи негіздеді. Қазіргі заман романы мен интеллектуалды батыр туралы мақалада Әуезов өзінің жеке тәжірибесін басқа кеңестік романистердің тәжірибесімен мақсатты түрде салыстырады. Әуезовтың көркем аударма ісіне, әсіресе драматургия саласына қосқан үлесі зор екендігі белгілі. Ол Шекспирдің, Гогольдің, Погодиннің пьесаларын қазақ тіліне аудара отырып, біріншіден, қазақ халқын әлемнің үздік драматургтарының шығармашылығымен таныстыруға тырысты. Екіншіден, қазақ драматургиясы үшін, ұлттық сахна үшін олардың шеберлігін ашты. Ол Тургеневтің «Ауқаттылардың ұялары» романын және Толстойдың «Балдан кейін» әңгімесін ғана аудар қойған жоқ. Шығармашылық тәжірибемен қаруланған ол көркем аударма теориясы мәселелерімен де табысты айналысты. 36 жылы жазылған мақалада Әуезов Сейфуллиннің тамаша поэзиясының ерекше қадір-қасиетін ашып, олардың батылдығы мен шынайылығы, партиялығы мен халықтарына тән екенін анықтады. Әуезовтің әдеби сыни пікірлерінде дұрыс қорытуды ғана емес, сонымен қатар поэзияның табиғатына, шығармашылық зертханасына енуді таң қалдырады. Мұхтар Әуезов өзінің шығармашылығымен қазақ әдебиетіне үлкен үлес қосып, оның классигі болды. Атақты жазушы, ғалым, педагог, қоғам қайраткері, ол шығармаларында таңдаған бейнелерді жоғары шыңға дейін көтерді. Мұхтар Әуезовтің тамаша шығармалары қазақ әдебиетін ғасыр әдебиетінің озық әдебиетімен қосып, әлемдік оқырманды қазақ халқымен, оның өмірімен, ұлттық сипатымен, тарихымен және мәдениетімен таныстырды. Қазақ елінің тәуелсіздігінен кейінгі берілген естеліктеріне келсек. Мұхтар Әуезовтің құрметіне, Алматы қаласы мен Қазақстан Республикасының басқа қалаларында көшелері мен аудандарына оның есімі берілді. Сонымен қатар оның атымен ТМД елдеріндегі көшелер мен мектептер аталып кетті. 63 жылы жазушының Алматыдағы 2 қабатты үйінде Мұхтар Әуезовтің үй мұражайы ашылды. Шымкенттегі Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті оның есімімен аталады. 67 жылы Алматыда Абай атындағы опера және балет театры маңында Мұхтар Әуезовтің ескерткіші қойылды. 65 жылы альпинистік экспедицияға қатысушылар Тянь-Шаньдағы биіктігі 6000 метр болатын шыңдарының біріне Мұхтар Әуезов есімін берді. Міне қазақтың болашағы мен тарихына әдебиетіне өшпес із қалдырған Мұхтарды танып білу әр қазақтың міндеті. Бүгінге осы каналға тіркеліп білгіңіз келген тұлғаның есімін жаза кетіңіз, біз кеңінен талқылайтын боламыз. Келесі видеода көріскенше.